Ақылды болу үшін не жеу керек? Автор Айдар Айым Айдосқызы. Жаздың жаймашуақ күнде Айым жайлауда гүл теріп жүрді. Кенеттен анасының шақырғанын естіді. Гүлдерің қандай керемет еді қызым, жүр үйге кіре ғой. Қызым, ата әжеңмен отырып тамақтанып ал, пайдалы тамақтансаң ақылды боласың. Сонда ақылды болу үшін не жеу керек? Сол кезде үй ішіндегі тағамдарға тіл бітті. Мен қымызбын, шипамын, асқазан мен шекке. Мен жентпін, қанға жылдам, шекке жеңілсің емін, балаға да қуат беремін. Мен құртпын, кальцием көп, шекке доспын, сүйегіне керекпін. Мен ірімшік ақуызға баймын, миыңа мен жаймын. Көп менің пайдам шұжық болам, тәніңе саулық қосам. Сары маймын, жанға жаймын, миға қорек, ақылға баймын. Мен құйрықпен бауырмын, қанға темір, майға баймын, балаға күш сыйлаймын. Көрдің бе қызым, қазақтың дәмі шипа мен дәрі. Деніңе саулық, санаңа ақыл қосады. Әр ұлттың тағамы өзіне пайдалы екен ғой, анашым. Қымыз ішсем, көңілім шат, желдей шауып жүрекке, күш береді жанды ашар, ақылға да нұр шашар.